Менің есімім Зияш Қадырбекқызы. Мен 1986 жылы желтоқсан кезінде Алматы Қазақ педагогикалық институтының 2-ші курс студенті болдым. Яғни бұл желтоқсан оқиғасына мен қатысушы еместім, мен енді сол кезеңде алаңға барған студенттердің бірімін. Енді мен желтоқсан оқиғасына қалай барғаным жөнінде айтайын кішкене. Яғни біз 2-ші курс студенттері, біз түстен кейін 2-ші сменде оқитын болдық. Сондықтан да біздің сабағымыз бірде басталады. Содан біздің институтымыз өзі корпусымыз негізгі Панфилов банкінің алдында болады. Біз сол жерге сағат обедке қарай корпусқа жиналып келе жатқан кезде алдымыздан бір топ студенттер шықты. Институттың есігі жабық тұр, кіре алмайсыңдар, қазір осы жерге жиналыңдар, мына жақта бәріміз Брежнев алаңына жиналамыз деп. Біз енді ол кезде аң-таң жарайды келдік, жиналдық сол жерде, сөйтіп студенттер жинала берді, бірақ сол кезде айтылды, мінекей осы уақытқа дейін енді өздеріңіз білесіз, 24 жылда елімізді басқарып келген мемлекеттің бірінші хатшысы, ол кезде секретарь дейтін Дінмұхамбет Қонаевтың орнынан алынып, оның орнына Ульянов облысының бірінші хатшысы Геннадий Колбинді қойды. Яғни ол бұрын соңды қазақ жерінде болып көрмеген. Сондықтан да біз басқа ұлттың өкіліне қарсымыз, осыған қарсылығымызды білдіріп, біз бейбіт шеруге жиналып жатыр барлық студенттер Брежнев алаңына деп. Сол себепті біз де жиналып, осы достық алаңымен жоғары қарай Брежнев алаңына жылжыдық. Яғни біз жол бойы барлық студенттер, общежитие студенческий, сол кезде корпустар, мысалы, алдымызда ауыл шаруашылық институты болды, АЗВИ, мысалы, иностранный язык, мысалы, шетел общежитиялар, сол студенттер жинала берді. Сөйтіп біздің күннен жүрген сайын біздің, яғни митингіміздің адамы өте толы болды. Бірақ сол кезде орта алдымыздан, мысалы, адамдар шығып, біздің қолымызға лозунгілер таратты. Енді біз ол кезде ондай ешқандай, мысалы, біз оқысыған дейін, мысалы, митингіге шығып жүрдік, демонстрация 1 май, сол 7 ноябрь сияқты. Сондықтан да біз кәдімгі бейбіт шеру ретінде біз, яғни өзіміздің наразылығымызды білдіреміз деп алаңға жиналдық. Ал біздің ұранымыз ол кезде бір-ақ нәрсе болды, қазақ басшы. Сөйтіп біз сағат 1-ден жиналып, сағат 5-ге қарай алаңға келдік. Алаңға келгенде ол жерге уже халықтың жиналып қалғаны өте көп. Енді кейбір деректерде айтылып жатыр, 8.000-дай адам жиналды деп сол кездегі алаңда. Сөйтіп мен осындай жолым осылай, яғни сол желтоқсан болып жатқан алаңға бардым. Ал енді жаңа не көрдіңіз дегеніміз, енді ол кезде адамдар жиналған сайын біз бір-бірімізден айырылып қалдық. Мысалы, мен сол кезде арыға шығып кеткен ғой. Сол кездегі мысалы, алдымызға біз әрине студенттердің талабы болды. Біріншіден айтты Қонаев өзі алдымызға шықсын. Егер болмаса Мұхтар Шаханов шықсын студенттердің алдында. Өйткені Мұхтар Шахановтың рөлі ол кезде студенттердің алдында өте үлкен болатын. Сондықтан да, бірақ ол кісілердің ешқайсысын көрмедік. Бірақ өкімет басшылығының адамдары шықты. Олар айтты, не қандай себеппен шығып отырсыңдар, не қандай сұрақтарың бар, не күтесіңдер бұдан деген сияқты. Бірақ енді бұл ұйымдастырушылардың енді айтуы бойынша біз, яғни ол жерде бір үлкен бір саясатпен шыққан жоқпыз. Біз ол кезде енді кәдімгі жастармыз, бала, сондықтан да біз бейбіт митингі деп өзіміздің өкіметке, яғни даже ол кезде өкіметке деп айта алмаймыз, осы болып жатқан оқиғаға қарсы екенімізді айтуға шықты. Ал енді сағат 5-6-ның кезінде уже бізге, мысалы, мынандай келді, тараңдар, қазір өйткені сендерге, жастарға, студенттерге қарсы іс-шара қолданады дегендері. Бізге айтылғаны 6-ға дейін студенттер сендер осы алаңды бермей тұрасыңдар, 6-дан кейін жұмысшылар керек. Яғни ол кезде кер завод болып, тігін фабрикасы болып, бірақ ол кісілерді де уже шығармай тастаған, жауып тастаған, ал бізді жаңағы ортадан шыға алмай қалдық. Жан-жағымызға отцепление дейді, яғни жас курсант балалармен қоршап тастады.
Енді бұл оқиғаның енді айтты жаңа бейбітпен барғандықтан біз ол кезде мен ешқандай бір әсері алдым деп айта алмаймын, бірақ жаңағы жерге барғанда ғана қиындықпен көрдік қандай. Өйткені бұл жерде енді бір-бірімен соқтығыс, студент жастары менен милиция, яғни үкіметтің адамдарының бір-бірімен соқтығысы болды. Яғни бір-бірін тыңдамау, яғни қарсылық көрсету, сол кездері мысалы бізге шығыңдар дегеннен кейін біз алаңда студент жастар жиналып, мысалы үкімет енді милицияның дейді машинасын төңкеріп тастап атты, оларды сүйреп машинаға тығып жатты. Сондай енді бір соқтығыс болды қатты. Ал енді әсері мен енді осы жаңағы қоршаудан шыққанда ғана көрдім. Біз шығып үлгердік сағат 12:10 кезінде. Сол кезде біз уже ана жерде жиналып тұрған үлкен әскерді көрдік. Яғни артқа біз жүгіріп артымызда қарап тұрғанда жаңағы пожарный машина дейді ғой, екі жақтан сумен қысып келе жатқан. Сол кезде енді бізде қорқынышты әсер болды. Сонда ғана түсіндік біздің қайда біз тап болғанымызды. Енді кейінгі ұрпаққа айтарым, біз айтамыз енді осы тәуелсіздіктің қадірін біз енді түсіндік, кейін түсініп жатырмыз. Ол кезде әрине біз бақытсыз болғанымыз деп бақытсыз деп айта алмаймыз. Біздің де бала шағымыз бақытты өмірде өтті. Әр кезеңнің өзінің бір жақсы кезеңдері бар ғой. Ал енді тәуелсіздік дегенді, мысалы енді айтамыз ғой, тарих жағынан айтсақ, ата-бабаларымыздың білектің күшімен ұстаған территориямыз бар. Одан алаш өкілдерінің осы программасы тәуелсіздік жөніндегі. Енді осы 86 жылғы оқиғадан кейін 91 жылы тәуелсіз Қазақстан атандық. Енді қазіргі тәуелсіздіктің қандай керек екенін, яғни ол біздің болашақ өмірімізге, балаларымызға қажет екенін енді біз жақсы түсінеміз. Сондықтан да болашағымыз тек бейбіт түрі болсын. Яғни бұндай қиын, мынандай төңкеріс, алма-кезек осындай өмірге біздің бала-шағаларымыз, яғни балаларымыз ондай көрмесін, жарқын болсын дейміз, және осы тәуелсіздігіміздің торын биікке ұстасын деп тілеймін.